Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай ыстық кезінде желінетін картоптан жасалынған сарымсақ дәмі бар осындай қытырлақ сақиналар дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға су құйып отқа қоямыз. Ол суымыз қайнағанша біз 3 дана картопымызды жуып тазалап турап аламыз. Қайнаған суға осы картоптарымызды салып, осы отта пісіреміз. Картоптарымыз жұмсарып піскен соң, оны оттан алып, артық суын төгіп, картоп езгіштің көмегімен осылай жақсылап езіп аламыз. Міне картоптарымызды езіп алдық. Енді ыдысымызды отқа қойып, оның үстіне 20 граммдай сары майымызды салып, отта ерітеміз. Сары майымыз толық еріп болған соң, оның үстіне 2 ас қасық езілген сарымсағымызды саламыз. Міне. Және оны 2-3 минут осы майда кішкене қуырамыз. Сарымсақтың дәмі өте керемет болып шығып жатыр. Оның үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Тағы да 1-2 минуттай қуырамыз. Және үстіне кішкене жарты стакан су құйып жібереміз. Суымыз қайнағаннан кейін, оның үстіне 3 ас қасық ұн саламыз. Лопатканың көмегімен араластырамыз. Оттың асты баяу болу қажет. Осылай араластырамыз. Міне видеодағыдай қою болып шығады. Осындай қою болған соң, оның үстіне картопымызды саламыз. Енді лопатканың көмегімен жақсылап барлығын біркелкі араластырамыз. Барлығы біркелкі араластырып болған соң, отты өшіріп, картопымызды оттан алып, осылай ыдысқа салып, оны суытамыз. Картопымыз суығанша біз көк пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Бізге жарты бума көк пияз жетеді. Міне жақсылап бәрін турап алдық. Картопымыз суыған соң, осы көк пиязды картопқа саламыз. Және оның үстіне 3 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз алдымен. Одан соң столдың үстіне төгіп, қолымызбен ары қарай илейміз. Міне жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Міне қамырымызды илеп алдық. Енді осы қамырдан диаметрі 1,5-2 см болатындай етіп шариктер жасап шығамыз. Міне видеодағыдай. Енді осы әрбір шарикті тағы да оны ұзынша етіп жаямыз. Одан соң басы мен ұшын біріктіріп, видеодағыдай сақина жасап шығамыз. Міне. Міне осылай барлық картоптардан осылай сақина жасап шығамыз. Менің видеом сіздерге ұнап жатқан болса, менің видеома лайк басып, менің каналыма тіркеліп, және де басқа да
видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлық картоптарымыздан осылай картоп сақиналарын жасап болған соң ыдысымызға май құйып, оны отқа қойып қыздырамыз. Майымыз қызған соң сол картоп сақиналарын қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Мен қасына тәрелкеге қағаз майлық төсеп дайындап қойдым. Картоп сақиналар піскен соң соның үстіне салатын боламын. Міне осындай таяқшаның көмегімен піскен картоптарымызды алып, келесі бетіне аударатын боламыз. Міне біздің алғашқы картоп сақинамыз пісті. Міне осылай барлық картоптарымызды пісіріп аламыз. Міне біздің сарымсақ дәмі бар картоп сақиналарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.